бір айдағы қозғап жүрген мәселе ол дін мәселесі негізінде. Енді өз басым діннің әртүрлі тармағында болдым. Көбіне айтатын болсақ, қазіргі ислам діні, иә. Кішкентай кезімнен бастап өзім бір ізденісте болдым. Бұл өмір не жалпы, мен кіммін, қайдан келдім, қайда бара жатырмын деген сұрақтар мені өзімді кішкентай кезімнен бастап ойландыра бастады. Содан кейін ержеттік жасөспірім бір кезге келдім. Сол уақыттан бастап мен бір өзімнің достарымнан бөлектеу екенімді, былайша айтқанда айтады ғой, белый ворон дейді, белые вороны дейді, немесе ақ қарға екенімді көре бастадым. Өз-өзімді тыя бастадым. Содан кейін 25 жасымда осы бір нәрсе менің ішімнен атып шықты. Қайтадан қатты бір ойға кеттім. Не үшін бұның барлығы? Өмір деген не? Қайдан келдім? Қайда бара жатырмын? Мысалы, бір терек ағашты алатын болсақ, ол жапырақ қалай шығады? Дәннен не пайда болады деген мәселелер. Соны іздеймін деп мен жасөспірім кезімнен бастап ислам дінінің әртүрлі тармағында бола бастадым. Таблиғ деген нәрсе бар, бір вахаби бір ұстанымдағы бауырларымыздың бір ойларын тыңдап, солармен бірге де болып көрдім. Осы соңғы кіріп шыққан тармағым осы діндегі ол сопылық. Сол сопылықтың ішінде жүріп, үлкен бір тіпті бір кішігірім авторитеттердің бірі де болдым. Сондықтан бұл мәселе мені өте қатты толғандырады, әлі де толғандырып жүр, себебі туыстарым бар, сол достарым бар, жора жолдастарым бар. Осы дін мәселесінде тереңге кетіп, содан бір шыға алмай жүр. Мысалы, кейбір әншілерді білеміз, Қазақстанның белгілі бір әншілері бар. Керемет сол өнер сахнасында өздерін бізге көрсете бастады. Керемет бір жүректерімізде орын ала бастады, бірақ содан кейін діннің кесірінен ойбой, ислам діні бойынша өлең айтуға болмайды екен деп, сол діннен шығып кетіп жатыр. Кешіресіз, өнерден шығып кетіп жатыр. Сол арқылы өздерінің өмірінде бір қатты бір трансформация болып жатыр деген мәселе. Сондықтан осы соңғы айда қозғап жүрген мәселе дін мәселесі. Жалпы енді өзім қолданбалы психология, эзотерикалық психология, осыны жақсы зерттеп, осы туралы көп сөйлескім келеді. Осындай бір эфирлерді көбіне әрине ізденіс үстіндегі адамдар қарайды. Ізденіс үстіндегі адамдар, өмірлерін өзгерткісі келетін адамдар жақсы жаққа қарайды. Сондықтан барынша сіздерге пайдалы болуға тырысамын. Жалпы барлығымыздың шыққан жеріміз бір, және бара жатырған жеріміз бір. Бірақ осы жолда, осы бір арақашықта біз әртүрлі өмірдің сабақтарын өтеміз, сосын әртүрлі тәжірибе жинаймыз. Мысалы, мен бір видеомда айтқан мысалым бар. Мұхиттың ортасында, немесе теңіздің ортасында әрдайым тынық болады. Бірақ сол жерден әртүрлі желге байланысты, немесе тектоникалық жер асты болып жатырған мәселелерге байланысты толқын пайда болады, дұрыс па? Сол толқын әрдайым жағаға ұмтылады. Бір толқын, мысалы, екінші толқынмен жарысып бара жатыр деп ойлайық. Ол мына толқыннан озу үшін екінші толқынды ығыстырып жібереді. Немесе жылдамдығын тым асырып жіберіп, тасқа барып соғады. Ал сол ешқайда асықпаған, сол бір бара жатырған жолынан ләззат алып бара жатырған толқын қайтеді, әдемі болып, сол жағаға барып, құмға барып жайғаса салады. Сол сияқты сол толқындар, мысалы, қайдан шыққанын өздері ұмытып қалды, өздері сол мұхиттан шықты. Сол сияқты бізде адамдар қайдан шыққанымызды өзіміз ұмытып қаламыз. Яғни, ана адамды итеріп тастап, мына адамды алдап жіберіп, өзіміз бір жерге барып жетеміз деп ойлаймыз, бірақ сол жолда тасқа барып соғылуымыз мүмкін. Енді сол бәріміз бір жерден шыққанымызды өзіміз ұмытпасақ, соны есімізге түсіріп жүрсек, бізде әрине өміріміз керемет болады. Себебі шыққан жеріміз сол мұхит, баратын жеріміз сол мұхит, себебі жағаға барып жайғасып қайтамыз біз сол мұхитқа қарай. Осында бір аллегория. Енді сол жолдың ішінде біреуі дінмен кетеді, біреуі атеистпен деп кетеді, біреуі материя қуып кетеді деген мәселе ғой. Бірақ осысымен сол ойын қызық. Бұндай бір жарысу болмаса, әрине біздің өміріміз қызық болмауы мүмкін. Бірақ
бұл жерде оянып жатқан жандар көбіне, немесе оянғысы келетін жандар. Біздің бақытымыз, нағыз бақытымыз, біз оянғанда сезінеміз сол бақытымызды. Оған дейінгі бақыттың барлығы иллюзия. Кейде ойлаймыз, жақсы, менің ақшам бар, бәрі жақсы, менде статус бар. Бірақ беліміз ауырады, аяғымыз сырқырайды деген мәселе, немесе балаларымызда бір проблемалар бар деген сияқты. Жалпы адам оянғанда, осы өмірге бақылаушы болып қарағанда, бұндай мәселелер бұл адамда норма емес екен өз түсіне бастайды. Яғни менің балам ауырады, ол норма, екінің бірінің баласы ауырып жатыр ғой деген ой, ұстаным кете бастайды. Не үшін ауырып жатыр ол? Не үшін менде ақша жоқ? Не үшін менде бұл проблема? Не үшін менде қарыз деген мәселе ойландырып, сол оянғаннан кейін осы мәселелер шешіле бастайды. Енді мына кішкене дін мәселесін жалғастырсақ, қазақ қоғамындағы барлық жанұяның басынан кешіп отырған бір мәселелері. Біреуіміздің балаларымыз, біреуіміздің бауырларымыз, тіпті өзіміз осы дін мәселесінде бас қатырып жүруіміз мүмкін. Бұл қалай, қаншалықты осы діннің айтып отырған мәселелері шынайы, қорқуымыз керек пе Құдайдан, қорықпауымыз керек пе Құдайдан деген мәселелер көбімізді сол ойландыру мүмкін. Жалпы мен өзімнің өмірімнен кішкене бір айтып өтсем, осы дін мәселесінен сабақ алып, былайша айтқанда окончательно, так, зеландтың практикасы, қазір келем осыған, осы бір ойымды бір айтып алайын. Шыққан мәселе, мен осы 33, 34, 35 жасында осы қатты бір трансформациядан өттім. Ең бірінші рет мен үлкен қарызға 24-25 жасында кірдім. Ол кезде 20 миллион теңге қарызға кіріп едім. Содан осы өмірмен арпалысып тұрып, мен сол 20 миллион қарызды мен жаптым. Содан кейінгі екінші бір үлкен қарызға кіргенім 35 жасында, қазір мен 39-дамын, 143 миллион теңге қарызға кірдім. Өзімнің бір үлкен таунхаус үйімді саттым, бүйттім, әйтеуір жайлап құтылып келе жатырған мәселем бар. Енді кішкене бір юридический сұрақтар қалды. Осы бір менің сол үлкен қарыздарға кіруім, сосын мен жұбайыммен ажырасқаным, осы соңғы 2 жыл болды, 2 жыл жарым болды, мен жұбайыммен ажырастым, 2 ұлымыз бар. Осының барлығы мені өзіме үңілуге себеп болды. Үлкен бір триггер, үлкен бір себептердің бірі болды. Сол мәселелердің арқасында мен барынша осы көзімді аштым деуге болады. 2022 жылы мен Ақтау қаласында пәтер жалдап жаттым, 20-шы қабаттан. 20-шы қабаттан былай қарап тұрдым төменге. Секіргім келді, былайша айтқанда. Соншалықты бағанағы осы сананың қатты бір ұстанымдарға, бір қорқыныштарына, осы өмір деген қорқыныштан мен әр қарай өмір сүргім келмей қалды. Бұл өмірден бір түңіліп кеттім қатты, 2022 жылы. Сол кезде, сол пәтерде менің бұрынғы жұбайым тұрып жатты, және сол менің балаларым тұрып жатты. Сол менің 2 баламның дауысын естіп, сол өз-өзіме келдім. Яғни сол 20-шы қабаттан, енді білмеймін ол кезде қаншалықты мен секірер едім сол 20-шы қабаттан, бірақ сондай бір ойлар маған келді. Себебі бұл өмірден мүлдем түңіліп кеткен кезім болды. Содан кейін мен қатты бағанағы ойлана бастадым. Өзімнің кішкентай кезімнен бастап болған бір қасиеттерді есіме түсіре бастадым. Қазақта айтады ғой, мысалы, көріп кел деген нәрсе болды. Яғни алдын ала болайын деп тұрған, орысша айтқанда вероятные реальности деген бар. Яғни біздің өміріміз бірнеше тармақтардан тұрады. Вероятные реальности. Соның бірнеше бір тармақтарын алдын ала көретін менде қасиет болды кішкентай кезімде. Сол бір қасиеттен мен жасөспірім кезінде айырылып қалдым. Себебі менде қорқыныш басым болып кетті осы өмірден. Сосын ауру, сіз өзіңіз айтып отырсыз ба, Чаплин? Кімді айтып отырсыз? Содан кейін 25 жасында қатты қозғады осы өмір, сосын 35 жасында қозғады. Содан мен діннің бір мәселесін бұратыла шештім деп ойлаймын. Бұл өмір айна деген болады. Қазақ бекер айнала деп айтпайды. Мына айнала деген сөздің түбірі айна. Яғни өмірге не айтамыз, сол өзіміз туралы айтып отырғанымыз. Яғни ауруыңыз болса, жазып жіберіңіз, қандай диагноз, мен айтып көрейін.